Барлығыңызға сәлем. Бүгін менде жаңа видео. Видеода көріп отырғандарыңыздай мен және сумкам. Өзі видео шықпағалда негізі көп уақыт болып қалды. Енді мен сіздерге сумкамның ішінде не барын көрсетемін деп шештім. Енді келесі видеода ішінде не барын көретін боласыздар. Жалпы мен университетке көбіне рюкзакты ұстағанды ұнатамын. Себебі бұл рюкзактың плюсы екі иыққа да немесе бір иыққа да ассам болады. Менде сабақтар көп және де әрдайым өзіммен ақ халатты алып жүру керек. Сол себептен осы рюкзак ыңғайлы. Ендеше ішінде не барын көрейік. Менде мынандай бірінші портмоне. Бұл портмонеде денежный билет, куәлігім, карточкалар. Бұл әмиянда көбіне мен осы тиын салуға ыңғайлы, ал көбінде ақшамды мен осы карточкамда ұстайтын боламын. Себебі кез келген банкоматтан кез келген уақытта өзің ақшаны шешіп алсаң болады. Жоғалтып алам деп қорықпайсың. Резинкалар. Міне, резинкалар. Бұл да маған керек. Себебі шашым кейде бір тыңдамай, жалбырап кеткен кездерде осы резинкамен буып немесе түйіп тастайтын боламын. Мынандай дәптерлер. Бұл енді қызық емес. Бұл дәптерлер сыртын мен қаптап қоямын. Әрдайым мектепте жүрген бар. Негізі университетте өзің білесің ғой, саған ешкім былай істеме демейді. Бірақ маған өз табуға ыңғайлы болу үшін мен осылай сырттарын қаптап қойған болатын. Сонымен қатар менде әрдайым блокнот жүреді. Бұл блокнот, яғни яркий сары цветте. Бұл блокнотты мен не үшін алып жүремін? Ішіне мен өзіме бір кез келген уақытта бір ой келіп қалады, ойлар келіп қалады ғой. Идея моментте жазып аламын, немесе жоспарларымды құрып, орындалған, орындалмаған жаңа фишка ретінде істеп отыратын боламын. Өзіме осы блокнот түрінде ыңғайлы. Өзім жаңа күнделік ретінде де бір жағынан жүргіземін. Ойымда не бар, кейде ішімдегі шығара алмаған нәрселерді осыған жазып отырамын. Наушник, зарядка. Бұл мен айтпасам да бәрі өздерімен алып жүретін шығар. Маған университетке барарда, үйге қайтарда бір өзің қызықсыз болады ғой. Сол кезде наушникпен музыка тыңдап жүрген негізінде жақсы деппін ғой. Енді қалай айтсам болады. Ручка, зарядка. Менде зарядкам тез өлетін болғандықтан сабақтың ортасында қайтадан зарядта болатын боламын. Үйдің кілттері. Мен басқа осы бальзамды сумкамнан тастамаймын, себебі бұл бальзамның плюсы жаңағы менде ернім уже күн суыта бастаса сразу құрғап жарыла бастайды. Сол себептен осы бальзамды жағамын. Сіздерге де кеңес беремін. Жүреді SPF 15 бар. Яғни сыртқы ортаның әсерінен және күн сәулесінен сіздің ерніңізді қорғайды. Менде бар болған заттар осы. Бар болған деп қоямын, бірақ бұл заттардың біреуін тастасақ бәрібір керек болады, барлық нәрсе керек болады. Сол себептен ешқайсысын мен тастай алмаймын. Видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, өзіңіздің пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Мен оны барлығын оқитын боламын. Және де лайк басыңыздар. Келесі қандай тақырыпта видео түсірсем болады, соны пікірге қалдырып кетсеңіздер болады. Мен өзіме сол пікірлердің арасынан ұнағанын қарап, сол тақырыпта видео түсіретін боламын, уәде беремін. Және де видео соңында айта кететін жайт, қанша просмотр, мысалы қазір мен түсіріп жатырмын, еңбектеніп жатырмын. Просмотр жинасын, мейлі жинамасын, лайк болсын, болмасын. Мендегі басты бірінші мақсаттарым жаңа қазақ тілінде контентті дамыту, қазақ тілін әлемдік деңгейге дейін көтеру, әлемдік тілдердің қатарынан көрсем деген мендегі арман. Сонымен қатар өзіме осы YouTube жүргізген ұнайды. Ұнайтын нәрсеммен мен ешқашан ол нәрседен мен шаршамаймын. Сол айтарым. Instagram парақшама тіркеліп,
ойларыңызды бөліссеңіздер болады. Онда да мен кішігірім өзімнің посттарымды жазып жүрмін. Сол посттардан бір пайдалы болса, өзіңізге керегін алып игілігіңізге жаратасыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Хикаямыздың бұлай жалғасатынын байқамай